Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай табиғи өрік шырын дайындап көрсететін боламын. Дәл дүкендегі шырындардан ешқандай кем емес, ал ең бастысы ешқандай зиянды қоспасыз дайындалатын осы өрік шырынын өздеріңіздің балаларыңызға, отбасыңызға жасап берулеріңізді ұсынамын. Ең бірінші кезекте банкымызды және де крышкамызды стерильдеп аламыз. Менде өрік 3-200 килограмм шықты. Сүйегінен алып тастағанда мен осындай соковыжималкадан өткізіп алдым, бірақ соковыжималка болу міндетті емес. Ет тартқыштан немесе блендердің көмегімен езіп алсаңыздар болады. Осындай масса болып шығады. Осы массаны қайнататын ыдысымызға құйып аламыз. Дәл енді осы ыдыспен 2 рет су қосамын. 2 есе болады сонда. Шырынымыз бір қайнап шыққаннан кейін осындай бетіндегі көбіктер міндетті түрде алып тастаймыз. Бір қайнағаннан кейін астын баяу отта 15 минут 20 минут арасында қайнатып алатын боламыз. Осылай бір қайнап шыққаннан кейін біз жарты қасық лимонная кислота және де 3-200 килограмм абрикостарға мен 800 граммдай қант салдым. Тәттіліктерін өздеріңіздің дәміне қарай қоса бересіздер. Өрік шырынымызды 15-20 минут қайнатып алғаннан кейін ыстықтай бірден банкілерге құйып, закрывашканың көмегімен жауып аламыз. Банкілерімізді закрывашканың көмегімен жауып аламыз. Бірден жапқаннан кейін ыстықтай күйінде жылы плед көрпешеге орап қоюымыз керек. Жабылған жабылмағанын осылай тексеріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.